Тәрбиеші болу жай ғана мамандық емес. Бұл үлкен жүрек, шексіз мейірім және балаларға деген махаббат. Балалар әлемі ерекше әлем. Мұнда әр күн мейірімнен басталады. Кейде шу, кейде жылау, кейде сансыз сұрақ. Тәрбиеші болу тек үйрету емес, бұл түсіну, сабыр сақтау. Балалармен бірге таңғы жаттығу жасап, серігіп аламыз. Бұл баланың денсаулығына нығайтып, сергек болуына көмектеседі. Күнделікті оқу іс-әрекетінде ойын арқылы білім беріп, балалардың ойлау, сөйлеу, шығармашылық қабілеттерін дамытамыз. Шығармашылық баланың қиялын дамытатын ерекше әлем. Әр бала талантты. Тек сол талантты байқап, дамыту керек. Түске дейін балалармен бірге серуенге шығып, табиғатты бақылап, таза ауада ойнап, денсаулықтарын нығайтамыз. Серуен балалардың денсаулығын нығайтып қана қоймай, олардың ойлауын, қимылын және табиғатқа деген сүйіспеншілігін дамытатын маңызды уақыт. Серуен балалар үшін ең сүйікті уақыт. Таза ауада ойнау олардың денсаулығын нығайтады, көңіл күйін көтереді. Тынығу баланың денсаулығы мен дамуы үшін маңызды уақыт. Кітап оқу ұйықтатудағы ең тиімді әдіс. Балалар кітапты тыңдай отырып, көңілдері тынышталады.